Hello everyone, how are you today? Қалдарыңыз қалай? Міне мен өзім уәде бергенде кітабымыз бойынша, ағылшын тілі 16 сағатта деген кітабымыз бойынша алғашқы бір сабағын түсірген болатын. Бүгін міне екінші сабағын түсіремін. Екінші сабақта бізде местоимение дейді, яғни есімдіктер туралы берілген, яғни мына жерде именительный падеж атау септігіндегі есімдіктер кім деген сұраққа жауап беретін мен, I, all, he, she, it. Біз we, сен, сендер you, олар they. Ал мына жақтағы кімге кімді деген сұраққа жауап беретін есімдіктер маған мені me, оған оны him, her, it. Бізге бізді us, саған сені немесе сендерге сендерді you, оларға оларды them. Яғни стопқа қойып, осыларды білмесеңіздер жазып алып, бұларды мына бос орындарға қойып көреміз. Они не видели его дейді. Олар оны көрмеді. Олар they көрмеді, didn't see, оны him, they didn't see him. Она скажет им дейді, will she, ана деп отқан, will she tell him деп отқан them, ол оларға айтады ма? Will she tell them? Ты поможешь ей, сен оған көмектесесің ба? Will you help, you'ды қоямыз, help her, оған деген her. Они не помогают нам, they don't help, нам деп отқаны, бізге деп отқаны us болады. Мы сказали ей, біз оған айттық, біз we told айттық, оған her. Я вижу это, мен бұны көріп тұрмын. I see it. Бұны деп it деп айтамыз, Вы помогли нам. You helped us, яғни сіз бізге көмектестіңіз. Сіз you helped көмектестіңіз бізге us. Я помог тебе. I helped you. Мы любили его. We loved him. Оны him болады. Ты сказал им, did you tell them? Сен оларға айттың ба? Did you tell them? Келесі сұраулы сөздер. What, не және қандай деген мағынасы бар. Where, қайда. Who, кім. When, қашан. How, қалай. Why, неге. Және де how much, how many, екеуі де қанша деп аударылады. How many деп саналатын зат есімдерді сұрағанда қолданамыз. Мысалға days, күндер саналады ғой. How many days, қанша күндер. Ал how much деп саналмайтын зат есімді сұрағанда пайдаланамыз. Мысалға, уақыт саналмайды, how much time, қанша уақыт, және who және what деген сөздер арқылы сұраған кезде, әдетте who, кім деп сұраған кезде, бірден етістіктің болымды түрін қоямыз, helps деген түрін. Яғни алдында көмекші етістік қойылмайды, do, does деген бірден болымды сөйлемдегі етістіктің формасын қойып сұраймыз. Who helps you? Кім саған көмектеседі деп. Мұнда сол сұраулы сөздерді қояйық. Что ты ешь? What do you eat? Что вы чувствуете? What do you feel? Что мы будем делать? What will we do? Кто работает в офисе? Who works in the office? Who қоямыз, Где вы учитесь? Где? Where? Where do you study? Когда ты придешь? Когда? When? When will you come? Почему она беспокоится? Почему? Why? Why does she worry? Как он работает? How does he work? Как это работает? How does it work? Сколько ты зарабатываешь? Осы жерде how much деп сұраймыз, өйткені заработок, яғни табысты сұрап жатыр, ол табысты санай алмаймыз, сол үшін how much do you earn деп сұраймыз. Келесі сілтеу сөздері here, осында, there, анда, this, мынау, that, анау, these, мыналар, those, аналар, such a, осындай, осылар сияқты десек, такой, such, такие, the same, дәл сондай, дәл солардай деп айтсақ болады көпше түрде, another, басқа. Так, мы встретились в том самом кафе. Тот самый деген сөзді қоямыз. Тот самый деген бізде қалай еді? The same, дәл сол кафеде кездестік дейді. We met in the same cafe.
Я хорошо чувствую себя здесь. Здесь деген сөзді қоямыз. I feel good here. Я осында деген. Он там работал. Там деген сөзді қоямыз. Анда he worked there. Я здесь работаю. I work here. Я учусь здесь. I learn here. Ты пойдешь туда? Will you go there? Они жили в том доме. They lived in том деген, тот деген сөз ғой, анау деген, that деген қоямыз. In that house. Она не будет работать там. She will not work there. Нам нужны те вещи. We need. Те деп отқан аналар деген қоямыз. Those, yeah? Those things. Эти цветы красивые. Эти деп отқан these flowers are beautiful. Енді әдеттегідей етістіктерімізді жіктейік. Learn оқу етістігі, дұрыс етістік. Learned болады өткен шақта. Я учусь. I learn. Он не учится. He doesn't learn. Она будет учиться. Will she learn? Ты не будешь учиться. You will not learn. Мы учились. We learned. Они не учились. They didn't learn. Они учатся. They learn. Так, мы учимся, дейді осы шақ. Do we learn? Она училась, өткен шақ. Did she learn? Келесі, to teach. Учить, преподавать. Біреуді оқыту, сабақ беру. Ол дұрыс емес етістік, өткен шақта taught болады. Он не будет учить. He will not teach. Она учила. Did she teach? Я учил. I taught. Мы будем учить. We will teach. Ты не учишь. You don't teach. Они учат. Do they teach? Я буду учить. Will I teach? Она не учила. She didn't teach. Он учит. Осы жақта he teaches. Келесі work. Жұмыс істеу. Дұрыс етістік worked. Он работает. He works. Они не будут работать. They will not work. Ты работаешь. Do you work? Мы не работаем. We don't work. Она будет работать. Will she work? Они работали. Did they work? Ты не работал. You didn't work. Я буду работать. I will work. Она работала. She worked. To make – делать, производить. Жасау, өндіру. Made болады екінші формасы. Она делает. She makes. Он не сделал. He didn't make. Они сделают. Will they make? Мы не делаем. We don't make. Я делал. I made. Ты делаешь. You make. Она не сделает. She will not make. Не сделает. Он сделал. Did he make? Ты сделаешь, келесі. Will you make? Келесі ойлау етістігі think. Екінші формасы thought. Я думаю. I think. Мы не думали. We didn't think. Они подумают. Will they think? Ты думал. Did you think? Они думали. They thought. Он не подумает. He will not think. Она не думает. She doesn't think. Мы думаем. Do we think? Ты подумаешь. Келешак. You will think. To study. Изучать. Оқу. Дұрыс етістік studied. Она изучает. She studies. Я не изучал. I didn't study. Мы будем изучать. Will we study? Они будут изучать. They will study. Ты не изучаешь. You don't study. Он изучает. Does he study? Я не буду изучать. I will not study. Так, они изучали. Did they study? Мы изучали. We studied. Feel. Сезу етістігі. Өткен шақта felt болады. Дұрыс емес етістік. Я чувствую. I feel. Он почувствует. Will he feel? Мы не почувствовали. We didn't feel. Ты не почувствуешь. You will not feel. Она будет чувствовать. She will feel. Они чувствовали. They felt. Он чувствует. Does he feel?
Она почувствует. She will feel. Так, она почувствует. Я не чувствую. I don't feel. Келесі worry, беспокоиться. Уайымдау етістігі. Дұрыс етістік worried. Они будут беспокоиться, келесі, ja? Will they worry? Я беспокоюсь. I worry. Мы не беспокоились. We didn't worry. Ты будешь беспокоиться. Will you worry? Так, ты будешь. Она не беспокоится. She doesn't worry. Они беспокоятся. They worry. Так, мы беспокоились. We worried. Я не буду беспокоиться. I will not worry. және соңғысы он беспокоился. Did he worry? Енді қорытынды жаттығуларды аударайық. What do you make? Осы жақта сұрап тұр. Сен не жасайсың? Who studies here? Осы жақта сұрап тұр. Міне who'дан кейін ешқандай do қойылып тұрған жоқ. Себебі who туралы сұрап жатыр. Кім туралы? Studies деп болымды сөйлемдегідей етістік тұр. Кім оқиды мына жерде? Where do you work? Сен қайда жұмыс істейсің? What does he feel? Ол не сезеді? Why do they worry? Неге олар уайымдайды? I don't worry. Мен уайымдамаймын. She learns it. Ол бұны оқиды. I worked. Өткен шақ, I worked there. Мен жұмыс істедім анау жақта. Я там работал. Did you think? Өткен шақ. Сен ойладың ба? He studied here. Ол осында оқыды. She will feel. Ол сезеді. Келер шақта. We didn't teach. Біз оқытпадық, немесе үйретпедік. They will not worry. Олар уайымдамайды. They didn't study then. Олар оқымады ана жақта. Они там не учились. I teach here. Мен осында сабақ беремін, оқытамын. I will not work here. Келер шақ болымсыз сөйлем. Мен жұмыс істемеймін бұл жерде. Я не буду работать здесь. Мінекей, екінші сабақты да аяқтадық. Келесі видеода мен үшінші сабақ туралы видео түсіретін боламын. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерге пайдалы білім болсын. Егер ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліңіздер. Сау болыңыздар. Goodbye.